Еще одна из граней бытовой травматизации у ребенка – отравление бытовой химией. В детские больницы Казахстана ежедневно поступают малыши, которые из-за недосмотра взрослых попробовали на вкус порошок для стирки или столовый уксус. Қазіргі таңда маркетинг дамыған сайын, ол тұрмыста химиялық заттардың да сырты өте керемет. Бала түгіл өзіміз қызығамыз. Сырты сусындарға ұқсайды. Сол себепті балалар шатастырып алып жатады. Бұл қанша мөлшерде болсын, тұрмыста химиялық зат болғандықтан тыныс жолын, сонымен қатар асқазан ішек жолын күйдіреді. Алғашқы уақыттарда білінбеуі мүмкін, өйткені бұл кейін тыртықтануға алып келеді. Мысалға өңеш жолы тыртықтанып қалса, мүлдем тамақ өтпейді. Сонда бұл ары қарай салдарын айтатын болсақ, бұл мүгедектікке алып келуі мүмкін. Себебі біз мысалға тамақты өңеш арқылы өткізсек аузымыздан кейін асқазанға, ал бұл балаларда операция жасауға тура келеді. Химикат нәрсе болмайды жеуге. Шешін ыдыс жуатын суды болмайды ішуге. Мен өскенде хирург врач өткенімен адамның өмірін сақтап қалам. Өте көп оқу керек. Көп оқымаса адамның өмірін сақтап қалмайды. Ата-аналарға алдын ала негізі ескерткен дұрыс болады. Керек десеңіз, жоспарлы неке деген бағдарлама бар емханада. Сол жағдайларда осы нәрсе түсіндіріледі. Балаларда керек десеңіз кішкентай кезінен мектеп жасынан дейінгі балаларға міндетті түрде профилактикалық шаралар жасалады. Болмайды жеуге, балаларға шағыш, мороженое болмайды жеуге. Шешін зиян тамақ болмайды жеуге. Пицца, фри. Шешін тамаққа бараға көп сахар болмайды қосуға. Мен армандаймын полезный тамақ жеп,